Күн сайын қымбатшылық қос бүйірден қысып бар жатқаны жасырын емес. Ең қажетті азық-түлік, киім-кешек, дәрі-дәрмек, коммуналдық қызмет ақылары да аспандағы айға қырып тұр. Осындай кезеңде әлеуметтің ең осал тобына жататын зейнеткерлер зейнетақыға қосылар ма екен деген үміттерін үкілеп отыр. Күні кеше ғана еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі болып тағайындалған Виктория Шегай зейнетақыға қатысты мәлімдеме жасады. Виктория Шегай ең төменгі зейнетақы мөлшерін атады. Сонымен дәл осы зейнетақы мөлшері көбейді ме, әлде азайды ма? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Үкіметте өткен брифингте Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Виктория Шегай елдегі ең төменгі зейнетақы мөлшерін мәлімдеді. 1998 жылға дейін еңбек өтілі бар. Толық еңбек өтілі ерлер үшін 25 жыл, әйелдер үшін 20 жыл болса, ең төменгі зейнетақы мөлшері 62.700 теңгені құрайды. Ең төменгі базалық зейнетақы туралы айтатын болсақ, ол барлық азаматтарға, соның ішінде еңбек өтілі жоқтарға арналған. Оның мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-ын немесе 32.300 теңгені құрайды, деді вице-министр. Ол Қазақстанда көп деңгейлі зейнетақы жүйесі бар екенін және республикалық бюджеттен төленетін зейнетақы төлемдері жалпы зейнетақының бір бөлігі ғана екенін айтып өтті. Сондықтан жеткіліктілікке келетін болсақ, бұл зейнетақы әрқашан адамның зейнеткерлікке шыққанға дейін алған еңбек кірісіне байланысты деп атап өтті Виктория Шегай. Жобада ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру шартының үлгілік нысанына, оның ішінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры төлемдер тәртібіне қатысты бөлігінде өзгерістер енгізу ұсынылған. Атап айтқанда, зейнеткерлік жасқа жеткен, бірақ ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан жинағын алуға жүгінбеген азаматтар үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерін автоматты түрде тәртіппен жүзеге асыру жоспарланып отыр. Осы тетікте іске асыру ерікті зейнетақы жарналары бойынша талап етілмеген зейнетақы жинақтың алдын алып, зейнетақы төлемдерінің барлық түріне бірдей көзқарасты қамтамасыз етуге мүмкіндік берілген делінген хабарламада. Жоба Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығын дамыту, қаржылық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларының құқықтарын қорғау, байланыс және артық заңнамалық регламенттеуді болғызбау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы Қазақстан Республикасы заңын іске асыру шеңберінде әзірленді. Құжаттың толық мәтіні мен қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің интернет ресурсында дамытуға болады. Ұлттық банктің мәліметі бойынша 2014 жылдан бері елімізде зейнетақы активтері 5 еседен аса өскен. Сонымен жаңадан тағайындалған еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Виктория Шегай еліміздегі ең төменгі зейнетақы мөлшерін атап көрсетті. Бұл бұрынғыға қарағанда көп пе, аз ба, ол жағы белгісіз күйінде қалды. Алдағы уақытта зейнетақы мөлшерінің орташа мөлшері және ең төменгі зейнетақы мөлшері туралы мәліметтер берілетін болады. Дегенмен, зейнетақыны қатысты мәліметтерді жаңадан тағайындалған вице-министр алдағы уақытта зейнетақының көбейетіні туралы жақ ашқан жоқ. Яғни, биылғы жарты жылдықта зейнетақының көбейетіні не көбеймейтіні осыдан ақ белгілі болғандай. Сонымен орташа еліміздегі ең төменгі зейнетақы мөлшері
белгілі болды.